Деменция сөзі есте сақтау қабілетінің жоғалуын және ойлау проблемаларды шешу немесе сөйлеу қиындықтарын қамтитын белгілер жиынтығын сипаттайды. Көңіл-күй мен мінез-құлықтың өзгеруі де деменциямен байланысты. Деменция кезінде байқалатын белгілер мидың зақымдалған бөліктеріне және деменцияға келетін негізгі жағдайларға байланысты. Деменцияның әртүрлі түрлері бар. Альцгеймер ауруы ең көп таралған түрі болып табылады. Жағдайлардың 50-70%-ын құрайды. Басқа түрлерге тамырлы деменция, Лью денесінің деменциясы, фронтотемпоральды деменция, қауіпті қысымды гидроцефалия, Паркинсон ауруы, Мейрес, Крейцфельд-Якоб ауруы және тағы да басқа жатады. Адам деменцияның бір түрінен көп болуы мүмкін. Деменция мидың бірқатар зақымдануларға байланысты зақымдануы кезінде пайда болады. Зерттеуге сәйкес, деменцияның адамдардың шамамен 10% өмірінің белгілі бір кезеңінде кездеседі. Жасы ұлғайған сайын аурудың даму қаупі айтарлықтай артуы мүмкін. 65-74 жас аралығындағы адамдарда деменция олардың шамамен 3%-ында кездеседі. 19-75 жас аралығындағы адамдар 84% және 85 жастан асқан халықтың шамамен жартысы деменцияның қандай да бір түрінен зардап шегеді. Сондықтан егде жастағы адамдардың мүгедектігінің ең көп тараған себептерінің бірі деменция болып саналады. Деменцияның 4 негізгі кезеңі болады. Ол жеңіл когнитивті бұзылу, жеңіл деменция, орташа деменция және ауыр деменция. Себептері: адамның жасы ұлғайған сайын деменция әсер етуі мүмкін, немесе жас кезіндегі алған наркоздардан, жарақаттардан, гидроцефалиялардан пайда болуы мүмкін. Дегенмен, көп жағдайда деменцияның дамуына негізгі денсаулық жағдайы себеп болуы мүмкін. Ми жасушаларының жасына немесе басқа ми бұзылыстарына байланысты зақымдану көбінесе деменцияға әкеледі. Деменцияның жалпы себептері: бұл әрине Альцгеймер ауруы. Бұл деменция ең көп тараған себебі болып саналады. Бұл ауру ми жасушаларының анормальды ақуыздармен зақымдалуына әкеледі. Альцгеймер ауруы күнделікті есте сақтау проблемалары, оларға дұрыс сөздерді табу қиындығын табады. Есептерді шешу, заттарды 3 өлшемде қабылдау тағы да басқа. Тамырлы деменция бұл деменцияның екінші жиі кездесетін себебі. Бұл қан тамырларының бітелуіне немесе тарылуына байланысты мидың оттегімен қамтамасыз етілуі азайғандықтан ми жасушаларының зақымдануы. Аралас деменция бұл, яғни деменциясы бар адам бір сәтте деменцияның бірнеше түрін сезінуі мүмкін. Ондай жағдай аралас деменция деп аталады. Льюи денелері бар деменция бұл түр мен жасушалардың ішінде Льюи денелері деп аталатын ұсақ қалыптан тыс құрылымдардың пайда болуынан туындайды. Олар мидың химиясын өзгертеді және ми жасушаларының өліміне әкелуі мүмкін. Галлюцинациялар, қашықтықты дұрыс бағаламау, күні бойы әртүрлі сергектік және тағы да басқа бұл деменция түрінің кейбір белгілері болып табылады. Деменцияның бұл түрі Паркинсон ауруымен тығыз байланысты, сондықтан бірдей белгілері көрсетуі мүмкін. Фронтотемпоральды деменция бұл түрі мидың алдыңғы және бүйір бөліктерінің зақымдануынан туындайды. Бұл көбінесе 65 жастан асқан адамдарда жиі кездеседі. Бұлардың себептері: кортикобазальды дегенерация, прогрессивті субрануклярлы сал ауруы, ВИЧ-инфекция, Нейман-Пик ауруы, Крейцфельд-Якоб ауруы. Өте сирек жағдайларда Паркинсон ауруы. Белгілері: деменцияның белгілері әр кезеңге дейін өзгереді. Деменциядағы мидың жиі зардап шеккен аймақтарына есте сақтау, көрнекі, кеңістіктік, тіл, назар аудару және проблемаларды шешу жатады. Психологиялық белгілерге мыналар жатады: қозғалыстың қалыпты емес мінез-құлқы, агитация, мазасыздану, апатия, ұйқы және тәбеттің өзгеруі, қателік, депрессия, дезинфекция, көтеріңкі көңіл-күй, ұйқысыздық, импульсивті мінез-құлықты тіркену. Деменциясы бар адамдарға әсер ететін мәселелерге мыналар жатады: жер сілкінісі, теңгерімсіздік, сөйлеу тілінің қиындығы,
жадпен проблемалар, тамақтану немесе жұту қиындықтары, қиындық, көрнекі мәселелер, ашудың кенеттен көрінісі, психоз. Диагнозды әрине дәрігер қояды. Көбінесе деменция растау үшін науқастың денсаулығы мен медициналық тарихын ескере отырып, науқастың мінез құлқы мен симптомдарын мұқият түсіну үшін кең скринингтік процесс қажет. Деменция белгілері басқа ми жағдайларына жақын болғандықтан деменцияны диагностикалау айтарлықтай қиынға соғады. Зертханалық тексеру арқылы, суреттер арқылы тексеріледі. Емдеу әрине деменцияны емдеуге ем болмайды, бірақ оған бірге болған ауруларды емдеуге болады және жеңілдетуге болады. Бұл себептер тағамдық гормондық ісіктің болуы және есірткіге байланысты деменция болуы мүмкін. Көп жағдайда бұл себептер қайтымды деменция ұқсас альцгеймерді дәл-дәректермен комбинацияда когнитивті және мінез құлық белгілерін жақсарту арқылы басқаруға болады. Психотерапиямен, қоршаған ортаның модификацияларымен, дәрілермен көп жағдайда деменция толық емделмейді. Мұндай жағдайлар деменция емдеу симптомдары басқару немесе пациенттің тұрақты жұмысын жақсарту үшін жасалынады. Өзіңізді бағалаңыздар және де жақсы өмір салтын ұстаныңыздар. Сіздермен болған организм человека. Сау саламатта болыңыздар.